Сәлем қыздар, менің есімім Марай, каналыма қош келдіңіздер. Менімен бірге осындай өте оңай тоқылатын сумка шопперді үйренгілеріңіз келсе, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан сіздер нөлден бастап басқа да көптеген бұйымдарды тоқып үйренулеріңізге болады. Сумканың өлшемдері: ені 33 см, биіктігі 35 см. Және табаны, біз табанын бөлек тоқып аламыз, қабырғаларын бөлек тоқимыз. Міне жаны 6 см болады. Өздеріңіз қалаған өлшемде тоқып алуларыңызға болады. Бастысы мен тоқылу техникасын көрсетемін. Ішінде подклад жоқ, қалауларыңызша подклад салсаңыздар да болады қыздар. Шопперді тоқу үшін бізге кез келген 2 моток рафия жібі қажет болады. Крючок 3,5 немесе 4 мм. Ең бірінші біз кольцо жасап жұмыс петлясын шығарып аламыз. Және 9 воздушная петля тоқимыз. 1, менде 4-ші крючок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Крючоктағы петля саналмайды. Бізде ол жұмыс петлясы болады. Крючоктан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 воздушная петля болды. Енді крючоктан кейінгі екінші петлядан бастап біз 8 столбик без накида тоқуымыз керек. Міне 1, екінші. Осыған кіргіземіз крючокты. Жұмыс жібін тартып аламыз. Мінекей. Бірінші столбик без накида. Келесісіне екінші столбик без накида. Рафия жібімен тоқыған кездегі қарапайым жіптерге қарағанда ерекшелігі, мына жұмыс жібін тартасыздар ғой. Крючокпен жұмыс жібін тартқан кезде ұзынырақ қылып аласыздар. Ал мына жағы крючоктағы петля керісінше қысқа болып тұрады. Ұзынырақ қылып тартып аламыз. Мынаны қысқа ғана қылып тартамыз. Жұмыс петлясын ұзынырақ қылып тартамыз. Мына ұзын болады. Ал екеуін бірге қосып тоқығанда мына петлямыз біздің осы крючоктың размерімен ғана болады. Кішкентай ғана. 7 және 8-ші столбик без накида. Менде 8 столбик, бұл біздің сумкамыздың табаны болады. Сіздер өз қалаларыңызша менің сияқты қылып, немесе одан да көп қылып та алсаңыздар болады. Енді келесі қатарды тоқу үшін біз міндетті түрде бір воздушная петля осылай көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз да, мына түбінен бастап тағы да екінші қатарда 8 столбик без накида тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Әр қатарда өсіп санап отырыңыздар қыздар. Егер де байқамай қалып, соңғы петляларыңыз тоқылмай қалып жатса, көбіне сондай жағдай болады. Мынада соңғы петля тоқылмай қалып кетіп жатады. Сол кезде сіздерде 8 емес, 7 столбик без накида болады. Әрине, ол кезде табандарыңыздың көлемі кішірейіп қалады. Міне әр қатарды санап отырып, 8 столбик без накида тоқып отырыңыздар. Міне келесі қатарды тоқу үшін міндетті түрде бір воздушная петля көтереміз да, тоқымамызды бұрып, келесі 8 столбикті тоқып кете береміз. Осылай өздеріңізге қалаған ұзындықта, немесе мен сияқты 33-34 см болғанша тоқыңыздар. Қыздар, айта кететін жайт, егер сіздер крючокпен мүлдем тоқып көрмеген болсаңыздар, мына видео сіздер үшін өте тез түсініксіз болып жатса, онда сіздер міндетті түрде крючокпен тоқу бірінші сабақты меңгеріп алуларыңыз керек. Сол сабақты жақсылап меңгергеннен кейін ғана осы сумка шопперді тоқисыздар қыздар. Мінекей 33 см тоқып шықтым ұзындығын. Енді бізге мына жақтағы үлкен қабырғасын тоқу керек болады. Қараңыздар, бірден осы жерден бастап кетеміз. Бір воздушная петля көтереміз. Одан кейін мына тұрған әр қатардың түбіне, мына бірінші қатар, мына екінші қатар, осы нәбір тесіктер үлкен-үлкен болып көрініп тұр. Осыларға тоқитын боламыз. Міне, біріншісі, 2, үшінші, және 4-шісіне келген кезде, 4-шісінде мен прибавка жасаймын. Яғни, осы бір жерге 2 столбик без накида тоқимыз. Біреуін тоқыдым, қайтадан осы жерге екіншісін тоқимын. Сіздер өздеріңіздің жіптеріңізге қарап көресіздер. Мүмкін сіздерге 4-ші емес, 6-шысына прибавка жасау керек болады, болмаса 8-шіге прибавка жасау керек болады. Бастысы бізде мына шеті деген бірінші қатар тоқыған кезде теп-тегіс болу керек. Мына жағы 33 см болса, мына тоқыған жерімізде 33 см болу керек. Жиырылып қалмау керек, немесе кеңейіп кетпеу керек. Соған мұқият қарайсыздар. Осылай бірінші қатарды тоқып шығыңыздар. Прибавканы біз деген тығыз болып тұрған қатарға жасаймыз. Оның алдындағы қатар қараңыздар. Кейін тесігі үлкен болып шығады. Одан кейінгісі тығыз. Мына жерде тесігі үлкен, одан кейінгісі тығыз. Осы тығыз болып тұрған жерге келтіреміз прибавканы. Осылай қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Әр 4-ші немесе әр 6-ші петляға прибавка жасап отырамыз. 50, 51 столбик без накида болды менің бірінші қатарымда. Келесі қатар тоқу үшін бір воздушная петля көтереміз, тоқымамызды бұрамыз да, дәл түбіне тоқып бастай береміз екінші қатарды. Енді менде 51 столбик без накида ғой. Келесі қатардың барлығында 51 столбиктан болу керек. Міндетті түрде әр қатарды санап отырыңыздар, теп-тегіс болып шығу керек екі жаны. Осылай өздеріңізге қажет ұзындықта, немесе менімен бірдей жасағыларыңыз келсе, 35 см биіктікте тоқып шығасыздар қыздар. Мінекей қыздар, мен
47 қатар. Мынау ең соңғысы 47-ші қатар тоқып жатырмын. Ұзындығы мына жерден бастап есептеген кезде 35 сантиметр болады. 47-ші қатарда мен сіздерге бір маток жіптеріңіз бітіп қалса, екінші матокты қалай жалғап тоқып кетеміз, соны көрсетейін. Мінекей мына жібім бітейін деп жатыр. Енді екінші матоктың жібін аламын да, мен қазір бірге қосып тоқимын. Бітейін деп жатқан жіппен тоқи беремін, ал матоктағы жіпті тоқымамның арасына қосып тоқимын. Мына шығып тұрған ұшын кесіп тастаймыз. Мына жібім біткенше тоқуым керек. Кішкене осынша ұшы қалған кезде оны мен тоқымамның арасына қосамын да, енді мына матоктағы жіппен тоқып жалғастырамын. Мына жіптің ұшы бізде тоқымаға қосылып тоқылатын болады. Екеуінің орнын ауыстырдым. Осылай қосып тоқитын болсаңыздар, ең соңында жіптің ұшын жасырып отырудың қажеті болмайды. Неке, қатардың соңына келдім, жібін бірден кесіп тастаймын. Бұл қабырғаның биіктігі менде 35 сантиметр, төрт қабырғасы да 35 сантиметр болады. Мен неке екінші қабырғасында тоқып қойған болатын, бер жағындағы жіңішке қабырғасында тоқып қойдым. Осылай сіздер төрт қабырғасында өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Қазір мына кішкентай қабырғасын қалай тоқу керектігін көрсетемін. Дәл алдыңғы табанын тоқыған жеріміз бар ғой, тура соны біз жалғастырып кетеміз. Ең бірінші жібімізді жалғап алған петля бізде саналмайды, одан кейінгі столбиктарды санап отырамыз. 1, 2. Мына табанын тоқыған кезде бізде 8 столбик болған болса, қабырғасында да дәл сондай 8 столбик тоқимыз, қыздар. 3, 4. Неке, осылай әрі қарай өздеріңіз жалғастыра бересіздер. Әр қатарда 8 столбиктан болуы керек. Енді биіктігі дәл үлкен қабырғасы сияқты 35 сантиметр болғанша тоқисыздар. Қатармен есептесек, менде 47 қатар. 4 қабырғасы да 47 қатар, 35 сантиметр болуы керек. Біздің шоперіміздің қабырғалары дайын болды. Енді қазір бұны біз жан-жақтарын тікпей тұрып, түктің парымен булап алу керек болады. Тегістеп, содан кейін барып шеттерін тігеміз. Паривать еткеннен кейін теп-тегіс болды. Қараңыздар, әйтпесе былай қайрылып кетіп тұрған. Енді біз екі жақ шетін тігеміз. Екі жақ шетін тіккен кезде столбики без накида узорымен тігіп шығамыз. Тіккен кезде столбики без накида узоры оң жағы, яғни бізге қарап тұрған жағы міне осы шетінде болу керек, оң жағы. Яғни мына жерден асты жағынан бастап жоғарыға қарай тоқимыз. Егерде мына бөлігін қосатын болсақ, ал егерде мына жақ бөлігін қосатын болсақ, онда жоғарыдан төменге қарай тоқимыз, қыздар. Сол кезде петляларымыздың оң жағы біздің мына шетінде тұратын болады. Ал петляларымыздың жақ теріс жағы арғы үлкен қабырғасында тұрады. Міндетті түрде өздеріңізге ыңғайлы болу үшін ең басын, орта жағын осылай бірнеше инемен болсын, түйреуішпен болсын қадап-қадап қойыңыздар. Жіппен де байлап қойсаңыздар болады. Бүйтіп тайып кетпес үшін, тайып кетіп, біреуі ұзын, біреуі қысқа болып қалмас үшін. Мен бірден осы жерден бастаймын. Ең бірінші бұрышындағы петлямызға кіргіземіз крючокты. Және бірден тоқып бастаймын. Жібімді өткізіп алдым. Бір воздушная петля тоқимын да. Дәл мына табанның жанынан қабырғасын көтерген сияқты столбик без накида тоқимыз, бірақ та бұл жерде біз әр 4-ші емес, әр 6-шы петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Сіздер қарайсыздар. Әр 6-шы сіздерге ыңғайлы ма, жіптеріңізге байланысты, немесе әр 8-шіге ма. Бастысы сумкаларыңыздың шеттері жиырылып қалмау керек. Қатарымның соңына келдім. Ең соңғы қабырғаның және табанның соңғы столбиктарына жұмыс жібін өткіземіз. Жұмыс жібін бірден крючоктағы петлядан да өткізіп аламыз да. Жібімізді кесіп, ұзын қылып ұшын қалдырамыз. Оны ең артынан инемен жасыратын боламыз, қыздар. Осылай қалған қабырғаларында қосып өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Мына екінші жағын тоқитын кезде сумкамызды былай аударамыз да, төменнен жоғары қарай тоқып шығамыз. Бірден сіздерге жіптің ұшын қалай жасыру керектігін көрсете салайын. Ол үшін бізге ине қажет болады, қыздар. Тоқыма жіптеріне арналған ине. Бас жағы аса қатты үшкір емес және көзі үлкендеу болу керек, рафия жібі өтуі үшін. Мінекей осылай барлық жіптердің ұштарын жасырасыздар.
Шоперіміз дайын болды. Жіптерінің барлығын жасырып шықтым, қыздар. Ішіне қалауларыңызша подклад салсаңыздар болады. Мен өзім подкладсыз ұстаймын, себебі ауыр заттар салмаймын. Енді жіп сататын магазиндерден осындай дайын ремешоктарды алып тағып қойсаңыздар, ерекше стильді болып көрініп тұрады. Осындай әдемі сумка шоппер шықты бізде. Мен бұны өзімнің панамама комплект ретінде тоқыған болатынмын. Панаманың тоқылуы каналында бар, қыздар. Сабақ бастан аяқ асықпай толық көрсетіліп түсіндірілген. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Видеоны лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.